Бүтін нәрсені бірдей бөліктерге бөлсек, оны үлес деп атаймыз. Мінекей бүтін алмұрт. Бір бүтін алмұртты екі бөлікке бөлдім. Олай болса, 2-ден 1 бөлік немесе 2-ден 1 үлес. Оны жарты деп те атайды. Бөлшек сан түрінде жазылуы 2-ден 1 бөлік. 3 тілде айтып көрейік. Үлес, доля, fraction. Үлес туралы түсіну үшін Сутеевтің алма ертегісін көрейік. Анда менің алмам тұр, үзіп алып берші оны. Кенеттен тұмсығынан алма кірпінің үстіне түсіп кетеді. Үшеуі де алма менікі деп шуласты. Қорбаңдаған аю келе жатты. Бұл не шу? Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Каждый возьмет себе по кусочку. Алманы 4 тілімге бөлікке бөліп, ақылды шешім үйреткенің үшін саған рахмет, аю. Осылайша аю барлығында ренжітпей бір алманы 4 үлеске бөлуге көмектесті. Мінекей үлес бөлік деген осы. Егер бүтінді 2 үлеске, яғни бөлікке бөлетін болсақ, оны мынандай жазу, бөлшек түрінде жазамыз. 2-ден 1, астынан үстіне қарай оқимыз. Үлес, яғни бөлік, натурал сандарды бөлу түрінде жазылады. Бөлшек санда сызықтың астындағы бөлімі, сызықтың үстіндегі алымы. Бөлімі нәрсенің бөлінгенін білдіртсе, алымы нәрсенің алынғанын білдіртеді. Ал ортадағы көк түсті сызық бұл бөлу амалы. Бөлшек санда осылай қолданылады. Бөлшек сан бөлімін қара түсті сызықтармен, мінекей қара түсті бөлік. Бүтін алымын түрлі түсті А әріпімен белгілеп қойдым. Егер боялған бөлік десе, алымы қанша, соншасын бояймыз. Мұнда бөлік 3, міне қасын жазып қойдым, алымы 1, боялғаны 1. Мұнда қара сызық 4 бөлімі бар, алымы 1, боялғаны 1. 2-ден 1 бөлікті жарты деп атайды, 4-тен 1 бөлікті ширек деп атайды. Мына бөлшек санды қоршап қойдым, өйткені бұл боялмаған бөлік. Осы боялмаған бөліктен бөлшек сан жазатын болсақ, алдымен қара сызық, яғни бөлінген бөлімін санап аламыз. 6, одан кейін боялмағаны бізде 4. Оны алымына үстіне жазамыз, сызықтың үстіне. Бөлшек сандарды оққан кезде төменнен жоғарыға қарай оқимыз. Мына сызық бөлу амалын білдіртеді. 6-дан 4 бөлік немесе 6-дан 4 үлес. 2-ден 1 үлес, 3-ден 1. Үлес, бөлік, екеуі де ұқсас сөздер. Яғни бөлшек сандардың астындағы бөліміне жалпы бөліктің сызығы саны жазылса, үстіндегілеріне бөлшек санның боялған немесе боялмаған бөлігі жазылады. Бөлшек сандарды салыстырған кезде алдымен бөліміне қараймыз. Егер екеуі бірдей болса, алымына қараймыз. Қайсының алымы артық болса, соған қаратып артық кем белгілерін саламыз. Боялған, боялмаған бөлікке мән береміз. Мұнда бөлшек сандар боялған бөліктер, мына қоршаудағы боялмаған бөлік. Боялған бөлікті тап десе, алымына боялғанның санын жазасың, үстіндегі, сызықтың үстіндегісіне. Ал егер боялмаған бөлікті жаз десе, онда үстіндегі алымына боялмаған жазасың, бос тұрған бөліктің санын жазасың.